сәлеметсіздермен оқушылар, 79-шы сабақ үшке көбейту кестесі. Бүгінгі сабақта санды үшке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренесің. Суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап. Үлгі бойынша 3 саны өз-өзіне 3 рет қосылғандықтан біз 3-ті 3-ке көбейтеміз, тең 9. 4 саны өз-өзіне 3 рет қосылғандықтан біз 4-ті 3-ке көбейтеміз, тең болады 12. Енді астында берілген есептерді шығарамыз. 5 саны өзіне 3 рет қосылғандықтан 5-ті 3-ке көбейтеміз, тең 15. 9 саны өзіне 3 рет қосылғандықтан 9-ды 3-ке көбейтеміз, тең 27. Екінші есеп, санды 3-ке көбейту кестесін жатта. Бұл жерде 3 санның көбейту кестесі берілген, соны жаттап аламыз, және 5 көбейту 3-тен 15 бұл санды 3-ке көбейту кестесі бойынша, ал сандардың көбейткіштерінің орнына ауысқанымен оның мәні өзгермейді. Яғни 3 көбейту 5 немесе 5 көбейту 3 деп жазылғанмен бәрібірде мәні 15 болып шығады. 15 бөлу 5-тен 3 және 15 бөлу 3-тен 5 өйткені көбейту мен бөлу өзара кері амалдар екенін ұмытпаймыз. Келесі бізде үшінші есеп. Үшінші есепте санды 3-ке көбейту кестесін пайдаланып кестелерді толтыр дейді. 3 санына жоғарыдағы барлық сандарды жеке-жеке көбейтіп шығамыз. Мәндерін астындағы ақ торға жазамыз. 3 көбейту 4-тен 12, 3 көбейту 5-тен 15, 3 көбейту 6-тен 18, 3 көбейту 7-тен 21, 3 көбейту 8-тен 24, және 3 көбейту 9-тен болады 27. Енді астыдағы кестеге қарайтын болсақ, жоғарыдағы сандардың барлығын 3-ке жеке-жеке бөліп шығамыз. 9 бөлу 3-тен 3, 12 бөлу 3-тен 4, 15 бөлу 3-тен 5, 18 бөлу 3-тен 6, 21 бөлу 3-тен 7, 24 бөлу 3-тен 8, 27 бөлу 3-тен 9. Осылай кесте бойынша кестелерді толтырып шығамыз. Әрі қарай бізде 4-ші есеп мысалдарды шығар дейді. Үлгіге қараймыз. 20 көбейту 3-тен 2 ондық көбейтілген 3 тең болады 6 ондық. 6 ондық дегеніміз бұл 60. Яғни бұны нөлдерін көбейте алмаған жағдайда осылай ондыққа айналдырып көбейткен ыңғайлы. 600 бөлу 3 тең болады 600-дік, бөлеміз 3-ке тең 200-дік. 200-дік дегеніміз бұл 200. Сонда 600-ді 3-ке бөлсек тең 200 шығады екен. Енді астындағы есептерді шығарып көрейік. 30 көбейту 3 тең болады 30 дегеніміз 3 ондық. 3 ондыққа 3-ті көбейтсек 9 ондық шығады. Яғни 9 ондық дегеніміз 90. 900 бөлу 3 тең болады 900-дік. 900-дікті 3-ке бөлсек тең 300-дік шығады. 300-дік дегеніміз ол 300. Ары қарай бізде 5-ші есепті шығарып, асық ату жарысына 15 бала қатысты. Барлығы бізде 15 бала. Олар әр топта 5 баладан болатындай бірнеше топқа бөлінді. Жарысқа неше топ қатысты дейді. Бізде бастапқыда барлығы 15 бала болды. Біз әр топқа 5-5 баладан жібердік. Сонда бізде неше топ құрылғанын табуымыз керек. Ол үшін біз 15 баланы бөлеміз 5-5-тен. Сол кезде бізде 3 топ шығады. Яғни жарысқа 3 топ қатысты. Әрі қарай бізде 6-шы есеп мысалдарды шығар. 36 қосу 46 тең 82. 23 қосу 77 тең 100. 63 азайту 47 тең 16. 92 азайту 56 тең 36. 9 көбейту 2 тең 18. 6 бөлу 3 тең 2. 18 бөлу 3 тең 6. 21 бөлу 3 тең 7. Мысалдарды шығардық. 7-ші есеп салыстыр. 2 көбейту 3 тең 6, 12 бөлу 3 тең 4, яғни 6 саны көп. 6 көбейту 3 тең 18, 3 көбейту 6 тең 18. Бұлардың мәні тең болады, өйткені көбейткіштердің орнына ауысқанымен мәні өзгермейді. 14 бөлу 2 тең 7, 9 бөлу 3 тең 3. Сонда бізде 7 саны көп, сондықтан 14 бөлу 2-ге таңбамызды қаратамыз. Ары қарай 8-ші есеп теңдеулерді шеш. X қосылған 47 тең 91. X-тен 91-ден 47-ні аламыз. X-тен 44-ге тең. X-тің орнына 44-ті қойып көшіреміз. Тең 91. 91 мен 91 мәндес. 53 азайту Y-тен 27. Y-тен 53-тен 27-ні аламыз. Y-тен 26-ға тең. 53-тен аламыз 26-ны. Яғни Y-тің орнына 26-ны қойып көшіреміз. 27 тең 27
мәні тең, яғни біздің есеп шықты. 9-шы есеп өрнектердің мәнін тап. 7 көбейту 3-тен 21, 300 көбейту 3-тен 900, 15 бөлу 3-тен 5, 90 бөлу 3-тен 30, 4 көбейту 3-тен 12, 100 килограмм көбейту 3-тен 300 килограмм, 24 бөлу 3-тен 8, 30 сантиметр бөлу 3 тең болады 10 сантиметр. Ары қарай бізде 10-шы есеп кім жылдам? 0 санынан бастап 3-3-тен қоса отырып 30-ға дейін сана. Әрбір 3-ші санға сәйкес әріптерден сөз құрастыр. Шыққан сөзді оқы, ол туралы ойыңмен бөліс дейді. 0 қосу 3-тен 3, яғни 3 санда бізде А деген әріп тұр. 3 қосу 3-тен 6, 6 санда бізде У деген әріп тұр. Сөйтіп құрастырғанда аударыспақ деген сөз шығады.